Қазіргі кезде барлықтарыңызға айтарым, кітап оқу керек. Жалпы өздеріңіздің өміріңізде көптеген өзгерістер әкелу үшін сіздерге міндетті түрде кітап оқу керек. Кітап оқымайтын болсаңыздар, өзгерістер өте аз болады өміріңізде. Өміріңізде қандай өзгерістер әкелгілеріңіз келеді, сол бағыттағы кітаптарды оқыған жақсы. Мысалы, сіздер егерде бай болғыңыз келетін болса, успешный, супер успешный, кез келген маман иесі болу үшін сол бағытқа арналған кітаптарды оқу керек. Мысалы, егерде сіздер достарыңызбен жақсы қарым-қатынаста болып, айналаңыздағы адамдармен жақсы қарым-қатынаста болып, үлкен жетістікке жету үшін бір-екі кітапты сіздерге кеңес бергім келеді. Дейл Карнеги «Как приобрести друзей и оказывать влияние на них» деген орысша жазылған кітап бар. Егерде менің ойымша біздің қазақстандық азаматшалар міндетті түрде орысша, қазақша сөйлей алады, оқи алады деп ойлаймын. Сондықтан Дейл Карнеги кітабын оқып көрсеңіздер болады. Ол жерде көптеген достармен, жалпы адамзатпен қалай сөйлесу керек, сол туралы көптеген ақпараттар жазылған. Сіздің өміріңізде міндетті түрде өзгерістер болады, егерде сол кітапты оқып бітірсеңіздер. Екінші кітабым, кеңес беретін кітап, ол Наполеон Хилл «Думай и богатей» деген тоже орыс тілінде жазылған кітап. Тоже міндетті түрде сіздің өзіңіздің өміріңізде көптеген өзгерістер әкеледі. Жалпы кітап оқу керек. Мысалы, сіздер доктор или мұғалім болғыларыңыз келетін болса, или айтишник, программист, бизнесмен, успешный, супер успешный, әнші, актер болғыларыңыз келетін болса, міндетті түрде сіздерге оқу керек. Оқымайтын болсаңыздар, тек қана талант болатын болса, может быть, талантпен алып, бірақ әрі қарай міндетті түрде оқу керек болады. Өйткені сіздің талантыңызды әрі қарай дамыту үшін міндетті түрде оқу керек. Сондықтан барлықтарыңызға айтарым, кішігірім болса да, күніне бір беттен болса да кітап оқуларыңызды сұраймын. Өзіңіздің өміріңізде жақсы өзгерістер әкелу үшін. Жалпы осы екі кітапты сіздерге кеңес беремін. Дейл Карнеги, Наполеон Хилл. YouTube'да, Google'да көптеген информациялар бар. Егерде керек болатын болса, алып, ашып қарап оқысаңыздар болады. Сол менің өмірімде көптеген өзгерістер әкелген кітаптардың бірі сол Дейл Карнеги «Как приобрести друзей и оказывать влияние на них». Сол кітапты оқығаннан кейін мен өмірімде көптеген кітаптарды оқи бастадым. Секрет, Наполеон Хилл, Дейл Карнеги, жалпы осы айтқым келгені көбірек кітап оқыңыздар, барлықтарыңызға сәттілік, тек қана сәттілік, тек қана үлкен армандаңыздар, міндетті түрде армандарыңыз орындалады. Рахмет, сіздермен болған Асхат. Сау болыңыздар.